Арамыз біраз жас. Айгүл Қосанова алғаш рет күйеуі туралы бар шындықты айтты. Дәстүрлі әнші, домбырашы, профессор, Қазақстанның халық әртісі Айгүл Қосанова Мамский әңгіме подкастында қонақта болып, балалық шағы, алғашқы ұстаздық қадамы, өнер жолы мен отбасылық өмірінің ең шынайы сәттері туралы сыр шертті. Бұл туралы skifnews.kz ақпарат порталы, sportinsight.kz порталына сілтеме жасап хабарлайды. Сіз жаңа жолдасымның жасы менен үлкендеу деп айттыңыз. Жас айырмашылығы 14 жас. Бұл құпия емес шығар. Оның үстіне, жолдасыңыздың осының алдында отбасы болған екен. 2 баласы бар екен. Сіз 25-тесіз, ол кісі 39-да. Бұрынғы отбасы бар. Осы нәрселер сізге қиын болмады ма деп сұрады тележүргізуші. Әрине, өзінің қиындығы болды. Бәрі керемет деп айтуға болмайды. Қазақтың тең-теңмен, тезек қабымен деген керемет сөзі бар ғой. Осы мәселені анам көп айтқан. Есік көргенде емес, бесік көргенде ал деген сөз бар. Бұл менің тағдырым шығар деп қабылдаймын. Қазір әріптестерім бұрын оқып жүрген кезде, Айгүл, сен бізге қарамайтынсың. Саған жақындау мүмкін болмады дейтін. Олар өздері кішкене қорқақтық танытқан шығар. Осы тұрғыдан менің жолдасым пысықтау болды. Осы бағытта өзіне мақсат қойып, жұмыс деген шығар деп ойлаймын, деп жауап берді Айгүл Қосанова. Құрметті көрермендер, Айгүл Қосанова дәстүрлі өнердің көшін бастап жүрген, өнер руханиятына зор еңбек сіңірген тұлға. Оның Мамский әңгіме подкастындағы шынайы әрі сабырлы жауаптары адам ретінде де, өнер иесі ретінде де биік болмысын көрсетті. Өмірлік серігінің өзінен 14 жас үлкен екенін ашық айтып, оны тағдыр деп қабылдауы үлкен жауапкершілік пен ішкі даналықтың белгісі деп ойлаймын. Бәрі керемет болды демей, қиындықтарды да жасырмай айтуы жасандылықтан ада, жүрекпен сөйлеген адамның сөзі. Есік көргенде емес, бесік көргенде ал, немесе тең-теңмен деген халық даналықтары арқылы өзінің таңдауының астарында не жатқанын тереңінен ұғындырғаны бүгінгі жастарға жақсы ой саларлық мысал. Айгүл Қосанованың сөзінен байқағаным, өмірде бәрі бірден мінсіз бола қоймайды. Бірақ адам қабылдауды, түсінуді, сыйлауды үйренсе, бәрі өз орнын табады. Бұл сұхбат тек өнер иесінің жеке өміріне емес, жалпы адам болмысындағы рухани кемелдікке терең бойлатты.